Сәлем, менің сүйікті 5 сынып оқушыларым. Бүгін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Күнделікті жаңа сабақты көріп отыру үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар оқушылар. Олай болса, 100-ші бетті ашамыз балалар. Ол жерде бізде vocabulary and listening, яғни сөздік қоры және тыңдалыммен жұмыс жасайтын боламыз. Тақырып бізде nouns, яғни зат есімдер. Films, ол бізде фильмдер. Олай болса, exercise 1. Match the types of film 1-8 with a description A each. Бұл жерде 8 фильмдердің жанрын берген және қасына анықтамасын жазып қойған. Біз соны қазір орын ауысып кеткен анықтамаларын дұрысын тауып, белгілеп сәйкестендіріп қою керекпіз. Бірінші бізде a fantasy film. Яғни фантастикалық, бізде ол H пен келеді, яғни is about wizards and magic. Яғни фантастикалық ол бізде түрлі сиқырлар туралы көрсетеді, осы H варианты дұрыс келеді. Екінші a horror film. Ол бізде E әріпімен, яғни is about ghosts and monsters. Horror film деген бізде қорқынышты кинолар, ол қорқынышты монстрлар көрсетеді. Үшінші a historical film. Ол бізде F, яғни has lots of knights and sword fights. Тарихи кино жанры. Келесі in action film. Төртінші бізде A, has lots of fights and car chases. Action film A мен келеді, яғни түрлі түсті шытырман оқиғаларды көрсетеді. 5 a musical, ол бізде G, has lots of dancing and singing, яғни музыка жанрында кино. 6 a science fiction film, ол бізде 6 C, has lots of aliens and spaceships. Яғни science fiction деген ғылыми кинолар, ол бізде aliens деген инопланеттен деп айтамыз ғой, өзге ғаламшарлық және ғарыштарды көп көрсетеді. Және 7 a romance, ол бізде D, has a boy and a girl falling in love, яғни романтикалық кино. Және соңғысы a comedy, ол бізде B, makes people laugh, яғни адамдарға күлкі сыйлайды деген мағынада. So next exercise 2. Think of examples of each type of film. In exercise 1, test your partner with your ideas. Екінші жаттығуда оқушылар бірінші жаттығуға қарап отырып, сол жердегі жанрларды кино аттарымен мысал ретінде жазып шығуға болады. Мен тек қана мысал жазып кеттім. Киноның атын және жанрын өзгерте беруге болады оқушылар. Бірінші, Charlie and the Chocolate Factory Fantasy. Бұл жерде фантастикалық кино жанрына Чарли және шоколадты фабрика киносын жаздым. Екінші Insidious, хоррор, яғни қорқынышты киноға мен Астраль киносын жаздым. Білетін болсаңдар оқушылар. Келесі үшінші Жаужек мың бала, historical, тарихи киноға жаздым. Mr. and Mrs. Smith, action. 5 Teen musical, musical жанрына. 6 Avatar, science fiction жанрына. Келесі 7 Titanic, romance, романтикалық кино жанрына. Және 8 Home Alone, comedy жанрында, яғни бұл один дома бізде комедиялық жанрда. Енді қазір жанындағы exercise 4, 4-ші тапсырманы орындаймыз және келесі бетте 3-ші тапсырмаға қарайтын боламыз. Exercise 4. Which film in the film quiz are these questions and answers connected to? Яғни астында film quiz берілген, оқушылар. Біз сол film quizге қарап отырып, мына сұрақтар қай кино түрімен, қандай киномен байланысады, соны табу керекпіз. Мен жауаптарын жазып кеттім, қысқаша айтып беремін. Бірінші Hard Lessons, екінші Harry Potter, үшінші Beauty and the Beast, төртінші Finding Nemo, 5 Superman. Яғни осы 5 кино, мына жердегі сұрақтарды сол 5 кинодан табуға болады екен. Осылай 4-ші тапсырманы орындаймыз. Exercise 3. Do the film quiz, then listen and check your answers. The film quiz. 3-ші тапсырмада біз қазір фильмдерге квиз жасаймыз, яғни сұрақтарға жауап береміз және жауабын тексеретін боламыз. Бірінші мен жауаптарын жазып кеттім. Сұрақтарды оқып шығам. What are the names of these films? Мына фильмдердің аттарын атап шық дейді.
Бірінші, a fish looks for his son and has lots of adventures. Fish деген балық, яғни балыққа байланысты. Балық өзінің баласына қарап өте көптеген шытырман оқиғаларды есіне түсірді дейді. Ол бізде қандай кино, балалар көргендерің бар ма? Ол бізде B, Finding Nemo. Екінші, a young wizard fights a dark wizard. Қандай кино оқушылар? Ол бізде Harry Potter. B, дұрыс. Үшінші, a prince is turned into a beast and a princess helps save him. Бұл бізде жауабы B, Beauty and the Beast. Төртінші, a man from another planet who has special powers to stop lots of criminals. Ол бізде B, Superman. Және бесінші, a lonely Kazakh teenager called Aslan is bullied at his new school. Ол бізде жауабы Hard Lessons. Міне осылай тапсырманы толық жазып шығамыз, оқушылар. Next, exercise 5. Activate. You are going to plan a film project at school. Answer the questions with 4 sentences about your plans for the film. Балдар, бұл жерде бұл жеке тапсырма, яғни әр оқушыға жеке берілетін тапсырма. Мына жерде 4 сұрақ берілген. Осы 4 сұрақтарға жауап беру арқылы мектепте бір киноға байланысты жоба қорғайтын боласың. Мысалға мен қысқаша жазып кеттім. Сұрақтарға жауап. It's going to be a comedy film. The film is going to be an interesting and funny story a little way. The main actor of the film is Jacob Tremblay. David Cronenberg is going to direct the film. Яғни мен өзімнің фильмім туралы, қорғайтын жобам туралы қысқаша сұрақтарға жауап беру арқылы жазып кеттім. Бұл сұрақтарға өзгертіп те жазуға болады. Балалар, 5-ші тапсырманы осылай жазып аламыз. Орындап болсақ, оқушылар, келесі 101-ші бетті ашамыз. Ол жерде language focus, яғни ережеге, грамматикаға байланысты to be going to questions. Жалпы балалар, to be going to деген оборот, ол бізде болашақты, яғни болашаққа жоспарды құрған кезде қолданатын оборот. Яғни to be going to деп беріледі. Бұл жерде to be going to деген, яғни істейін деп жатырмын деген мағынаны білдіреді. Мен келесі жазда Астанаға барайын деп жатырмын деген сияқты. I'm going to go Астана next summer. Яғни осылай to be going to болашаққа жоспарды құрған кезде қолданамыз. Бұл жерде бізге question берілген. Question деген сұрақ. Яғни to be going to-ға біз сұрақ қойып үйренетін боламыз. Олай болса. Complete the table with the words in the box. Мына жерде түсіп қалған сөздерге төбедегі сөздерді, яғни auxiliary verb дейді, көмекші етістіктерді қойып шығу керекпіз. Сұраулы сөйлемде, яғни бұл көмекші сөздер алдына шығып кетеді. Бірінші am I, екінші астында are you, we, they going to study. Яғни you, we, they-дің алдына are қойылады екен, астында is, he, she. Ал he, she, it үшінші жақта is қойылады. Келесі short answers. Бұл сұрақ. Ал сұраққа астында қысқа жауап береді. Я болса yes, I am. Жоқ болса no, I'm not. Келесі yes, you, we, they are. Болмаса no, you, we, they aren't. Және yes, he, she is. Болмаса no, he, she is not дейміз. Үшінші. Және төртінші сұрақ ұзақ сұрақта, яғни HWH пен басталатын what am I going to do? What are you, we, they going to do? Және соңғысы төртінші what is he, she is going to do? Бұл жерде қойылған көмекші етістіктерді қызылмен ерекшелеп кеттім, оқушылар. Жанында тұрған exercise 3. Make the sentences in the questions and the short answers. Бұл жерде хабарлы, яғни жай сөйлем берілген. Сол сөйлемді біз сұраулы сөйлемге айналдырамыз және қысқа жауап беретін боламыз. Бірінші, she is going to save your friends. Бірінші сөйлемге
Сұрақ. Is she going to save your friends? Жауабы, yes, he is. Екінші. Are the princess and the beast going to fall in love? Yes, they are. Үшінші. Are we going to find my sisters? Yes, we are. Төртінші. Are the criminals going to win? No, they aren't. Бесінші. Are you going to find your son? Yes, you are. Алтыншы. Is the evil wizard going to die? Yes, it is. Жетінші. Is the winter going to end soon? No, it's not. Және соңғысы. Are the fish going to escape? Yes, they are. Next exercise 2. Complete the questions and answers. Бұл жерде де балалар сұрақ пен жауап берілген, бірақ түсіп қалған жерге біз auxiliary verb, яғни көмекші тістіктерді дұрысын қойып шығу керекпіз. Мен қойып оқып отыратын боламын. Бірінші. Are you going to watch a horror film? Yes, I am. Is he going to make a film? No, he isn't. What are they going to do? They are going to make a film. Төртінші. Are we going to be famous actors? No, we aren't. Бесінші. Is Samad going to take David and Sarah sightseeing? Yes, he is. Алтыншы. Are we going to do your homework now? No, I am not. Жетінші. When are we going to see them? We are going to see them next week. Ең соңғы сегізінші. Who is going to be the main actor? Айнұр Ниязова is. Міне осылай екінші тапсырманы. Келесі exercise 4. Make questions with to be going to. Бұл жерде де to be going to-ды қолданып отырып сұрақ қойып шығуымыз керекпіз. Бірінші. Are you going to watch a film this week? Екінші. Where are you going to go on holiday this year? Үшінші. How many books are you going to read this month? Төртінші. Are you going to play football tomorrow? Бесінші. What are you going to eat for supper tonight? Және алтыншы. Are you going to do your homework on time? Міне осылай барлық сөйлемге сұрақ қойып шықтық. And the last exercise 5. Activate, ask and answer the questions in exercise 4 with a partner. Және соңғы тапсырма ол бізде 5-ші. Осы 4-ші сұрақтарға қарап отырып, әркім өзі жеке 5-ші тапсырмаға жауап беру керек. Мен өзімше жауап жазып шықтым балар. Жауапты өзгертіп те жаза беруге болады. Бірінші, no, I'm not. Екінші, I'm going to go to my grandparents' house. Үшінші, one book. Төртінші, no, I'm not. Бесінші, I'm going to eat soup for supper tonight. Алтыншы, yes, I am. Оқушылар мен мына жерде екіні екі рет жазып қойыппын, бірақ ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 деп өздерің жазып шықсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Түсініксіз болған жерлерді комментарияға жазсаңдар жауап жазамын. Каналға тіркеліп кетеміз. Сау болыңдар.